Бірінші пайдасы намаз Аллаға жақындаудың ең абзал жолы. Намаз Аллаға сүйікті және оған жақындататын ең игі амал. Алла тағала айтады: құлым өзіне парыз етілгендердің ең сүйіктісімен ғана маған жақындайды. Ал пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын былай дейді: намаз ең жақсы амал. Оны көп орындауға қайсының шамасы келсе істесін. Намаз Аллаға жақындатушы. Сондай-ақ пенденің Раббысына ең жақын болатын кезі ол сәждеде тұрғанда. Екінші пайдасы намаз күнәдан тыюшы. Алла тағала айтады: күдіксіз намаз арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Керісінше әрбір күнә мен арсыздық адамды намаздан және Алла тағаланы еске алудан тыяды. Келесі пайдасы намаз күнәларды өшіруші. Алла тағала намазды өзге құлшылықтарға қарағанда күнәларды көп жоятын қылды. Алла тағала айтады: Мұхаммед күндіздің екі уағында, таң және екінді, түннің күндізге таяу кезінде, ақшам құптан намазын толық орында. Шынында жақсылықтар жамандықтарды жояды. Бұл түсінушілер үшін бір насихат. Келесі пайдасы намаз дерттен айықтырады. Қаншама ауруларды емдеуге көптеген медициналық дәрілер көмектеспей жатады. Ал намазға тұрғанда Алла оларға шипа беріп, аурулары жазылып кетті. Әсіресе түнгі намазға тұрғанда. Бесінші пайдасы намаз дәрежелердің көтерілуіне себеп болады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын айтады: сен Аллаға бір сәжде қылсаң, Аллах сенің бір дәрежеңді көтереді. Сондай-ақ Рабия пайғамбарымыздан жәннатта бірге болуды сұрағанда былай деді: көп сәжде қылумен маған көмектес. Тағы бір пайдасы намаз Алла тағаланың рахымына бөлейді. Намаздың жемістерінің бірі пенде намазға тұрып, намаздан кеткенше Алла мейірімінің оған үзілмей түсуі. Сондай-ақ оны періштелер қоршап тұруы. Бұны имам Ахмад Абу Умамадан келген мына хадиспен қоштайды: шынында пенде намазда тұрған уақытында оның үстіне жақсылық құйылады. Пенде үшін оқитын екі ракағатынан абзалырақ еш нәрсе әмір етілмеген. Жетінші пайдасы сәжде тозақ отынан қалқан. Намаздың жемістерінің бірі мүмін адам тозаққа түссе, от оның сәжде қылған жеріне, маңдайына зарарын тигізбейді. Мұндай нәрсе басқа амалдарда жоқ. Бухаридің сахихінде келгендей, пайғамбарымыз сәжде жасайтын жерлерді тозақ оты күйдірмейтінін былай айтқан: Алла тозақ отына адам баласының сәжде орнын жеуге рұқсат берген жоқ. Сегізінші пайдасы намаз рухымыздың азығы. Ол жанымыздың азығы. Себебі тән азыққа мұқтаж болғандай, рухымыз мейірімнің түсуіне өте мұқтаж. Ол екеуінің әр қайсысы азықтарын сіңіріп алады да әрдайым азығын жаңартып тұруды қажет етеді. Сөйтіп Алла тағала 5 уақыт намазды жанымыздың күнделікті азығы етіп жасап қойған. Намаздың 9-шы пайдасы намаз бұл ризық келтіруші. Егер пенде намаз оқып намазына берік болса, Алла оны ойламаған жерден ризықтандырады. Алла тағала Құранда былай дейді: үй ішіңді намазға бұйыр және өзіңде оған көңіл бөл. Біз сенен ризық тілемейміз. Сені біз ризықтандырамыз. Соңғы табыс тақуаға, Алладан қорқушыға тән. Видеомызды жалғастырмас бұрын маңызды хабарландыру. Құрметті көрермендер, сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, отбасы бақыты, иманды күшейтетін дұғалар, тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да төлем жасап, электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Алла тағаланы пәктейтін, ұлықтайтын, мадақтайтын таза, көркем құлшылық болған намаздың бойындағы бізге беймәлім болып келген пайдалары қазіргі дамыған ғылым арқылы ашылуда. Намаздың адам денсаулығына беретін пайдаларының бірнешеуі келесідей. Намаздағы әрекеттер байсалдылықпен жасалғандықтан адамды шаршатпайды, жүрегіне күш түсірмейді. Намаз күннің әр түрлі уақытында оқылатын болғандықтан адамның үнемі жігерлі, қуатты болып жүруіне алып келеді. Күніне басын 80 рет жерге қойған адамның миына ритмге сай артық қан барады. Сондықтан мидың клеткалары толық қоректенгендіктен есте сақтау, сонымен қатар жаратылысының бұзылуы намаз оқыған адамдарда өте аз болады. Намаз оқыған адамдар денсаулық жағынан басқаларға қарағанда әлде қайда мықты өмір сүреді.
бүгінгі медицинадағы алжу ауруына ұшырамайды. Жақында ғана Огайо штатындағы Кливленд университетінде американ зерттеушілері жүргізген зерттеуде намаздың Альцгеймер ауруының алдын алатынын дәлелдеді. Зерттеуге 65 жастан жоғары 892-ден астам адам қатысқан. Зерттеулер күніне 5 рет оқылатын мүміндердің намазы адам жадының төмендеуі мен Альцгеймер ауруының қаупін 50%-ға азайтады деп көрсетті. Намаз оқыған адамдардың көздері ретпен еңкейіп тұрудың арқасында одан да қуатты қан айналымына ие болады. Осы себептен көз ішіндегі қан қысымының артуының алдын алады және көздің алдыңғы жағындағы сұйықтықтың үнемі ауысуына кепілдік етеді. Көзді катаракт немесе қарасу ауруынан сақтайды. Намаз оқудағы әрекеттердің асқазандағы асықтардың жақсы араласуына, өттің оңай ауына, және өт қалтасында тас пайда болмауына, еш кебуін кетіру үшін де рөлі үлкен. Бүйректің сонымен қатар зәр жолдарының жақсылап шайқалуынан, бүйрекке тас байлануының алдын алуға және қуықтың босауына да септігін тигізеді. 5-ші пайдасы, 5 уақыт намаздағы ритмді қозғалыстар күнделікті өмірде қозғалмайтын бұлшық еттердің қозғалуына өз көмегін тигізеді. Остеохондроз сияқты буын ауруларын сонымен қатар сіңір тартылуларының алдын алады. Дененің саулығы үшін тазалықтың маңызы өте зор екендігін білеміз. Дәрет және ғұсыл әрі рухани әрі дене тазалығы. Ал намаз тазалықтың нағыз өзі. Дене және рухани тазалықсыз намаз оқуға болмайды. Дәрет және ғұсыл дене тазалығын сақтайды. Ғибадат міндетін орындайтын адам рухани демалып тазарады. Намаз уақыттары қан айналымын тазалау және тыныс алу жолдарын күшейту үшін ең ыңғайлы уақыт. Медицина ғылымдарының докторы Олег Ринскийдің айтуынша, адам ағзасындағы 400-ден астам функциялар биологиялық сағатқа бағынады. Тәулік ішінде 50 шағын және 5 үлкен био-ырғақ кезеңдерінің өзгерісі болады. Био-ырғақ кезеңдерінің 5 үлкен өзгерісі күн жүйесі планетасының орналасу әсеріне байланысты. Ең қызықтысы, 5 үлкен кезеңдердің ауысымы мұсылманның 5 уақыт намазына сәйкес келеді екен. Био-ырғақтың әрбір 5 кезеңі өзгерген кезде, біріншіден биологиялық белсенді нүктелер ашылады. Олар осы жағдайда 15 минут тұрады, әрі шамамен 2 сағаттан кейін біртіндеп жабыла бастайды. Пайғамбарымыздың хадисіне сәйкес, ең құнды намаз уақытында оқылған намаз болып табылады. Егер белгілі себептермен дәл алғашқы кірген уақытында оқи алмаса, белгіленген қалған уақытында оқиды. Шамамен 1,5-2 сағат. Мұның барлығы да биологиялық белсенді нүктелердің жұмыс уақытымен тығыз байланысты. 8-ші пайдасы бұл ұйқыны ретке келтіретін маңызды элемент намаз. Денеде жиналған электрлік қуат сәжде жасағанда жерге өтеді. Осылайша дене қайтадан нейтрализацияланады. Намаздың бұл пайдаларына қол жеткізу үшін намазды уақытылы оқумен қатар тазалыққа, көп тамақ жемеуге және жеген нәрсенің таза және халал болуына мән беру керек. Ал сәжденің денсаулыққа қандай пайдасы бар екен? Сәжде еткен сәт адамға жеңілдік пен артықшылық сыйлайды. Бұл жағдайда ол тыныштықпен жанына жайлық самалын сезінеді. Сәжде адам миы жүрегінің төменгі орнында болатын ерекше сәті. Бұл шақта миға көбірек қан мен оттегі барады. Оны қажетті қоректік заттармен қамтамасыз ете отырып, жадыны, көру, есту қабілетін және басқа да танымдық қабілетін жақсартады. 5 уақыт намаз оқушы адамдарда үлкен ерік күші болады. Олар бас ауруы мен психологиялық бұзылулардан көп зардап шекпейді. Сәжде ету барысында мойын бұлшық еттері көп әрі тиімді қозғалысқа түседі. Сіз мұны еденнен бас көтерген сәтте сезіне аласыз. Сәжде ету мен сәждеден тұру уақытында арқа бұлшық еттері қатаяды. Сондықтан намаз оқитындарда арқа ауруы көп кездеспейді. Сәжде адам денесінен шығатын электромагниттік сәулелердің күшін жоюдың тиімді құралы. Ғалымдар сәжде еткен кезде жердің гравитациясы өзіне барлық зиянды сәулелер мен толқындарды тартатындығын дәлелдеген. Мұсылмандар күніне намазда аз дегенде 34 рет сәжде ету нәтижесінде қуаныш пен тыныштыққа, жан мен тәннің саулығына қауышады. Ең бастысы, өзін жаратқан ұлы Аллаға рухани жақындайды. Бұл айтылғандар намаз оқудың тек аз ғана пайдасы, айтылмағандары әлі де көп екені белгілі. Сөз соңында тілейтініміз, Алла тағала оқыған намаздарыңызды қабыл етіп, сізге, отбасыңызға екі дүниенің бақыты мен жақсылығын нәсіп етсін.